Сендер мені мүгедектер арбасына таңылған бейшара деп ойладыңдар ма? Жоқ. Сендер мені сол түні әйелім бірге өртеп жібердік деп ойладыңдар. Және мен жалғыз гаджин. Сергей, сен ақша үшін досыңды саттың. Енді сол ақшаң сені мына темір қобыжықтан құтқарсын. Мен сені бірден өлтірмеймін. Мен сенің қорқыныштан қалай өлгеніңді тамашалаймын. Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдармандар. Бұл оқиға сіздің төбе шашыңызды тік тұрғызады. Бұл махаббат, сатқындық және ешқандай заңға бағынбайтын қатыгез кек туралы хикая. Игорь есімді қарапайым жүргізуші, қалайша бүкіл қаланы қорқынышта ұстаған бандиттік империяны жалғыз өзі талқандады. Ол өзінің ескі зил көлігін қалай ажал қаруына айналдырды. Оқиғаның соңы немен аяқталды? Жауапты білу үшін соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бұл шындық сізді бейжай қалдырмайды. Арнамызға тіркеліп қолдау білдіруді ұмытпаңыздар. Қай қаладан сағат нешеде көргендеріңізді жазып кетіңіздер. Терезе сыртындағы әлем сұрғылт тұманға батқан. Реанимация палатасының іші өләрі шақтағыдай құлаққа ұрған танадай тыныш. Тек қабырғадағы ескі сағаттың бір қалыпты шық-шық еткен дыбысымен Игорьның кеудесіне жалғанған аппараттың әлсіз бейіпі ғана оның әлі тірі екенін айтып тұрғандай. Ауадағы өткір хлор иісі мен спирттің иісі қолқаны қабады. Игорь қабағын зорға көтерді. Көзіне түскен ақ жарық миын пышақпен тілгендей ауыр тиді. Ол қозғалмақ болды, бірақ бүкіл денесі қорғасын құйып тастағандай ауыр, әрі мыңдаған инемен шаншығандай ашып барады. Сүйектері үгітіліп, қайта жиналғандай қақсайды. Есін жиды, деді біреудің алыстан естілген күңгірт дауысы. Дәрігер жақындап, оның қарашығына жарық түсірді. Оның артында тергеуші тұрды. Оның көзқарасында аяушылық емес, тезірек істі жауып, үйіне қайтқысы келген шаршау ғана бар еді. Игорь, мені естисің бе? Деді тергеуші дауысын нығарлап. Сен жол апатына түстің. Жаңбырлы түн, тайғақ жол. Рөлге ие бола алмай, жардан ұшып кеттіңдер. Көлік жанып кеткен. Бұл қайғылы жағдай. Игорь сөйлемек болды, бірақ тамағына құм құйылғандай құрғап қалыпты. Ол іштей айғайлағысы келді. Өтірік. Бәрі өтірік. Оның санасында тергеуші айтқан жол апатының сурет емес, мүлдем бөлек, қанды бейнелер жаңғыра бастады. Миының түкпірінен сол түнгі оқиғалар тасқын судай лап қойды, қараңғы жол. Кенеттен алдын бөгеген екі қара көлік. Соққы. Ленаның қорыққаннан шыққан ащы дауысы. Содан кейін су. Игорьдің басы терезеге соғылып, есеңгіреп қалған сәті. Ол бұлдыраған жанармен есіктің қалай ашылғанын көрді. Жат қолдар Ленаны көліктен жұлқылай сүйреп шығарды. Жіберіңдер. Игорь. Ленаның бұл дауысы оның құлағында мәңгілікке қалып қойғандай. Игорь қозғалуға тырысқан, бірақ оның аяғы көлік темірінің арасында қысылып қалған еді. Дәл сол сәтте көлік жанында біреу пайда болды. Ол Игорьдің бала кезден бірге өскен досы, талай рет бір нанды бөлісіп жеген Сергей еді. Бірақ Сергейдің қолында бұл жолы көмек емес, сары түсті канистр болды. Ол су жүзбен көлікке бензин шашып жатты. Сергей, не істеп жатсың? Деп сыбырлаған Игорьдің дауысын ешкім естімеді. Сергей оған тіпті бұрылып та қарамады. Оның артында тұрған біреудің жуан, суық дауысы бұйрық берді. Давай, тезірек бол. Із қалмасын. Сергей сіріңкені сырт еткізіп тұтатты да көлікке қарай лақтырды. Лабеткен от Игорьдің жанарын қарыды. Соңғы көргені отқа оранған темір мен Ленаның қараңғылыққа сіңіп бара жатқан бейнесі. Аурухана палатасында Игорьдің саусақтары дірілдеп, ақ жайманы қатты қысты. Жүрек соғысын бақылайтын аппарат жиілей бастады. Бип, бип, бип. Игорь, сабыр сақта, деді дәрігер оның иығынан басып. Әйелім. Лена. Оны сақтап қала алмадық. Ол сол жерде қайтыс болды. Сенің мүгедек болып қалмағаныңның өзі ғажайып. Бұдан бұлай арбаға таңласың. Дәрігер теріс айналды. Ол шындықты білетін еді, бірақ бұл қалада шындық өліммен тең болатын. Тергеуші папкасын асығыс жауып, бөлмеден шығып кетті.
Олар үшін Игорь енді ештеңеге қауқарсыз, өмірі талқандалған тірі өлік қана еді. Бірақ олар бір нәрсені ескермеді. Игорьдің денесі жансызданғанымен, оның рухында бұрын-соңды болмаған асау кейіп оянған еді. Ол төбеге қарап жатып, іштей ант берді. Ол тек өлу үшін емес, оларды өзімен бірге о дүниеге ала кету үшін тірі қалады. Қала Игорь мен Ленаның өлімін жұта салды. Бірақ бұл тек ұлы дауылдың алдындағы тыныштық қана болатын. Игорь өзінің механик қолдарымен енді машина емес, нағыз ажал құрылғысын құрастыратынын әлі ешкім білмеді. Аурухананың ауыр темір есігі Игорьдің артынан тарсылдап жабылды. Бұл дыбыс оның бұрынғы бақытты өмірінің соңғы нүктесінде естілді. Далада күздің соңғы суық жаңбыры сіркіреп тұр. Аспан түсі Игорьдің киімі сияқты сұп-сұр. Ол мүгедектер арбасында отыр, тізесіне ескі, тозған жамылғы тастаған. Оны шығарып алуға ешкім келген жоқ, келуі тиіс, жалғыз жан енді бұл дүниеде жоқ еді. Ол баяу дөңгелекті айналдырып, өздері тұрған ескі Хрущевкаға қарай бет алды. Қала тоқыраудың батпағына батып бара жатқандай. Зауыттың алып мұржалары бұрынғыдай айбынды емес, өлі ағаштай қақиып тұр. Көшедегі адамдардың жүзінен тек шаршау мен үрей оқылады. Бұл қалада заң көшедегі бандиттердің былғары күртесі мен беліндегі қаруы ғана. Игорь үйіне кірді. Пәтер іші суық әрі қаңырап бос қалған. Үстел үстінде Ленаның жуылмаған кесесі, орындықта оның соңғы рет киген орамалы жатыр. Ол бөлменің ортасында тоқтап терезеге қарады. Жанындағы бостық кеудесін қарып барады. Дәрігерлер оған мүгедексің, бұдан былай өмірің осы арбада өтеді деген. Бірақ Игорьдің көзінде мүлдем басқа от жылт етті. Олар мені өлдіге санады ма? Жақсы, деп сыбырлады ол. Оның дауысы темірдің сырқылындай суық шықты. Ол арбадан құлап түсіп, еденде еңбектей бастады. Әрбір қимылы жан төзгісіз ауырсыну әкелсе де, ол тоқтамады. Ол ас үйге жетіп, еденнің астындағы жасырын жерді ашты. Онда оның ескі механик құралдары жатыр еді. Ол өзінің алып та күшті қолдарына қарады. Иә, аяғы жансызданғанымен бұл қолдар әлі де темірді иіп, қозғалтқышты тірілте алады. Игорь күн сайын жаттыға бастады. Ол еденде сағаттап жатып денесін шынықтырды. Ауырсыну оның досына айналды. Көршілері оны бейшара мүгедек, қайғыдан есі ауысқан деп ойлады. Ал Сергей мен оның сыбайластары тіпті Игорьдің бар екенін ұмытып та кеткен еді. Олар үшін ол ешқандай қауіп төндірмейтін овыш. Бірде кешкісін Игорь терезеден Сергейдің жаңа, жарқыраған шетелдік көлігімен өтіп бара жатқанын көрді. Сергей көліктен түсіп, маңғаздана басып, қаланың орталығындағы кәуапханаға кірді. Оның жүзінде ешқандай өкініш жоқ еді. Ол Ленаны, оның ішіндегі жазықсыз сәбиді, және өзінің досын өртеп жібергенін ұмытқан. Игорьдің жұдырығы түйілді. Дәл сол сәтте ол өзінің бірінші қадамын жасады. Ол мүгедектер арбасын емес, өзінің ескі гаражында тұрған ауыр зил көлігін есіне алды. Ол көлік жай ғана темір емес, ол Игорьдің кегін арқалап баратын ажал арбасы болмақ. Ол түнделетіп, ешкімге көрінбей гаражына жетті. Есікті ашқанда, қараңғылықтан май мен солярканың таныс иісі шықты. Оның зил шаң басып тұр екен. Игорь көліктің радиаторына қолын қойып: «Досым, бізге әлі жұмыс бар. Олар бізді ескі темір терсек деп ойлайды. Бірақ біз оларға нағыз тозақтың не екенін көрсетеміз» деді. Игорь гараж ішіндегі шамды жақты. Енді оның өмірінде ұйқы жоқ еді. Ол зилдің қозғалтқышын бөлшектеп, оны қайта жинауға кірісті. Ол көліктің алдыңғы жағына ауыр темір бамперлер дәнекерлеп, терезелерін темір тормен қаптауды жоспарлады. Бұл қала көшелеріндегі кәдімгі жүк көлігі емес, нағыз брондалған бекініс болуы керек. Игорьдің кек жоспары пісе бастады. Ол тек өлтіріп қана қоймайды, ол оларды қорқыныштан дірілдетіп, жасаған істеріне мың қайтара өкіндіретін болады. Түн ортасында гараждан шыққан балғаның дыбысы мен дәнекерлеу аппаратының жарқылы Игорьдің жаңа өмірінің басталғанын хабарлап тұрғандай еді. Ол енді Игорь емес, ол әділеттің суық қылышына айналып бара жатты. Гараждың іші көк түтін мен темірдің иісіне толған. Игорь дәнекерлеу аппаратын шетке қойып, маңдайындағы терді майлы қолымен сүртті.
оның алдында кәдімгі ескі зил емес, нағыз темір қобыжық тұрды. Ол жүк көлігінің алдыңғы бөлігіне қалыңдығы 2 елі болат тақталарды қаптап, радиатор торын соққыға төзімді темір балкалармен күшейтті. Бұл көлік енді кез келген кедергіні жарып өтуге дайын еді. Бірақ кек алу үшін тек күш жеткіліксіз. Игорге ақпарат керек болды. Ол Ленаның не үшін өлтірілгенін анық білуі тиіс. Ол түн жамылып, өзінің ескі мүгедектер арбасымен Лена жұмыс істеген аптеканың маңына келді. Қараңғы бұрышта тығылып, айналаны бақылады. Қала ұйқыда болса да, аптеканың артқы есігінде тіршілік қызып жатыр екен. Түн ортасында белгісіз фургондар келіп, қорап-қорап дәрілерді түсіріп жатты. Оларды күзетіп тұрғандар, сол баяғы былғары күрте киген, қолдарында автоматтары бар бандиттер. Олардың арасынан Игор таныс бейнені көрді. Бұл, сол түні Ленаны көліктен сүйреп шыққан бандиттердің бірі, лақап аты Қабан болатын. Қабан, базар иесінің ең сенімді жендеті, ақылы аз болса да, қара күші көп, аяусыздығымен аты шыққан неме. Ол темекісін тұтатып, сылқ-сылқ күліп, екінші бір сыбайласына мақтана сөйлеп тұрды. Сол күні Ленканы бекер өртеді қой. Әдемі қатын еді, деді ол қарлыққан дауыспен. Бірақ бастық куәгер қалмасын деді. Енді, міне, аптека біздікі, ақша өзен болып ағып жатыр. Игордың құлағында бұл сөздер найзағайдай ойнады. Оның жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты, саусақтары арбаның темірін майыстырып жіберді. Ол дәл қазір арбадан атып тұрып, Қабанның кеңірдегін суырып алғысы келді. Бірақ ол тоқтады. Бұл, тым оңай өлім болар еді. Ол Қабанды және оның бастықтарын тірідей тозаққа жіберуді жоспарлаған. Игор байқатпай кейін шегінді. Ол Қабанның қай көлікке отырып қайда баратынын жаттап алды. Енді оның алғашқы құрбаны белгілі болды. Келесі күні Игор гаражында Зилдің кабинасына арнайы рычагтар орнатты. Ол аяғы жұмыс істемесе де, қолмен газды, тежегішті, тормозды және ілінісуді, степление, басқара алатын жүйе жасап шықты. Бұл жүйе оның қолының бір ғана қозғалысына бағынатын. Игор кабинаға отырып қозғалтқышты от алдырды. Гүрілдеген дыбыс гараждың қабырғаларын дірілдетті. Дайынсың ба, досым? Деді Игор рөлді сипап. Бүгін түнде біз аңға шығамыз. Түн. Қала шетіндегі иен жол. Қабан өзінің ескі Жигулимен қаладан шығып, бандиттердің жиналатын жеріне бара жатқан. Ол еш нәрседен сезіктенген жоқ. Радиодан шыққан арзан әуенге қосылып, ыңылдап келе жатты. Кенет артынан екі жарық пайда болды. Ол жарықтар тым биік әрі тым жақын еді. Қабан айнаға қарап, бұл қай исуас? Деп күңк етті де газды басты. Бірақ арттағы көлік қалатын емес. Ол жақындаған сайын Қабанның көлігін жарықпен соқыр етіп жіберді. Бір сәтте арттағы алып темір қобыжық Жигулидің артқы бамперіне қатты соғылды. Қабанның басы рөлге тиіп, есеңгіреп қалды. Ол көлігін тоқтатып, ашумен сыртқа атып шықты. Қолында бейсбол таяғы. «Ей, мал! Сен кімсің? Шық бері!» деп айғайлады ол Зилдің кабинасына қарай. Бірақ Зилден ешкім шыққан жоқ. Тек прожектордың ақ жарығы Қабанды соқыр етіп тұрды. Игор кабинада отырып, Қабанның қорқыныштан бұзылған түрін тамашалады. Ол рычагты басып, Зилді алға жылжытты. Алып көліктің темір тұмсығы Қабанның алдына келгенде, ол Зилдің радиаторына жапсырылған ескі суретті көрді. Ол суретте күлімсіреп тұрған Лена бейнеленген еді. Қабанның түсі қуарып, қолындағы таяғы жерге түсіп кетті. Бұл болуы мүмкін емес, деп күбірледі ол. Игор өліп қалған жоқ па еді? Зилдің кабинасынан Игордың суық, моланың тыныштығындай дауысы естілді. Мен өлген жоқпын, Қабан. Мен сені тозаққа шығарып салу үшін оралдым. Сол сәтте Игор газды түбіне дейін басты. Зилдің алып моторы аш қасқырдай гүрілдеп, түн тыныштығын бұзды. Қабан шегіне берді, оның артында терең жыра, ал алдында өзі өліге санаған адамның темір қобыжығы. Прожектордың жарығы оның көзін қарып, қашуға мұрша бермеді. Игор рычагты баяу жылжытты. Зилдің брондалған тұмсығы Қабанның Жигулиін қағаз секілді иіп, жол жиегіне ысырып тастады.
Темірдің шықырлаған дыбысымен әйнектің сынықтары жерге шашылды. Қабан тізе бүгіп қолдарын көтерді. Тоқта. Игорь. Өтінем. Деп айғайлады ол, дауысы дірілдеп. Мен тек бұйрықты орындадым. Оны Сергей айтты. Бәрін Сергей ұйымдастырды. Зилдің есігі баяу ашылды. Игорь кабинадан түскен жоқ, ол тек есікке жақын келіп төменде жатқан жендетке қарады. Оның жүзінде аяушылықтың ізі де жоқ еді. Сен менің әйелімді көліктен сүйреп шығардың, Қабан. Сен оның соңғы рет менің атымды атап айғайлағанын естідің. Сен оны отқа тастап кеттің. Игорьдің дауысы моланың суық желіндей естілді. Енді маған айт. Сол түні Сергейден басқа кім болды? Дәрілерді кім жеткізеді? Қабан өлімнің демі желкесінде тұрғанын сезіп, бәрін жайып салды. Базар иесі. Ол бәрін басқарады. Сергей оның оң қолы ғана. Олар келесі аптада ең үлкен партияны, қалалық ауруханаға арналған дәрілерді өткізбекші. Игорь, мені жіберші, мен бұл қаладан мәңгіге кетемін. Игорь үнсіз қалды. Ол Қабанның көзіне қарап, оның бойындағы үрейді рахаттана тамашалады. Жоқ, Қабан. Сен ешқайда кетпейсің. Сен Ленаның жанына барасың. Игорь газды басты. Зилдің дөңгелегі астында Жигули темір үйіндісіне айналды. Қабан соңғы сәтте қашып үлгергендей болды, бірақ Игорь оны босатпады. Ол көлікті бұрып, Қабанды жолдың шетіне қуып тықты. Оның соңғы көргені Зилдің радиаторындағы күлімсіреп тұрған Ленаның суреті болды. Түн жамылып Игорь гаражына оралды. Оның қолында енді басты мақсат базар иесі мен Сергейдің жоспары бар еді. Ал бұл уақытта қала орталығындағы сәнді мейрамханада Сергей көңіл көтеріп отырған. Кенет оның телефоны шырылдады. Сергей, Қабан жоғалып кетті. Оның көлігін қала сыртындағы жолдан таптық. Деді тұтқаның арғы жағындағы дауыс. Ол жерде біреудің алып дөңгелектерінің ізі қалыпты. Және Сергей көліктің үстіне біреу кектеп жазып кетіпті. Сергейдің қолындағы стаканы еденге түсіп, быт-шыт болды. Оның жүрегіне суық қорқыныш ұялады. Кім істеуі мүмкін? Деп күбірледі ол. Ол өлуі керек еді. Игорь арбаға таңылған мүгедек емес пе? Сергей терезеге қарады. Көшедегі қараңғылықтан оған біреу қарап тұрғандай сезілді. Ол өзінің ең жақын досын сатқанын, бірақ ол досының енді ажал болып оралатынын әлі толық түсінбеген еді. Қабанның қазасы қаланың астыртын әлемін дүр сілкіндірді. Сергей өз кеңсесінде арлы-берлі жүріп, тынышсыздана бастады. Ол Қабанның көлігінің қалдықтарын көргенде, оны кәдімгі техника емес, алып бір құбыжық таптап кеткенін түсінді. Қалалық милиция бұл істі апат деп жапқысы келгенімен, көлік есігіндегі қашап жазылған кек деген сөз Сергейдің түсіне кіріп, мазасын алды. Бұл Игорь болуы мүмкін емес. Деп айғайлады ол көмекшісіне. Ол мүгедектер арбасында отырған бейшара. Ол тіпті дәретке өзі бара алмайды. Табыңдар оны. Қазір қайда екенін біліңдер. Ал бұл уақытта Игорь өзінің қараңғы гаражында келесі соққыны дайындап жатты. Ол Қабаннан білген ақпарат бойынша базар иесінің ең басты табыс көзі қала сыртындағы ескі ет комбинатының астындағы жасырын қойма еді. Онда тонналаған жалған дәрі-дәрмек пен шетелден заңсыз келген тауарлар сақталатын. Игорь бұл қойманы жоймай, базар иесін есеңгірете алмайтынын білді. Бірақ ол жерді қарулы күзетшілер күзететін. Тіпті брондалған зилмен де ол жерге ашық шабуыл жасау өз-өзіне қол жұмсаумен тең. Игорьдің механик миы басқа жоспар құрды. Ол өзінің зил көлігіне арнайы құрылғы орнатты. Көліктің артқы жағындағы цистернаға бензин мен солярканың қоспасын толтырып, оны жоғары қысыммен шашатын насоспен тұтандырғыш жүйе жасады. Бұл енді жай жүк көлік емес, дөңгелегі бар, нағыз от шашатын айдаһар еді. Түн ортасы ауа Игорь жолға шықты. Ол көліктің шамдарын сөндіріп, тек түнде көру құрылғысымен жол тапты. Ет комбинатының маңына жеткенде, ол күзетшілердің ауысатын уақытын күтті. Кенет қойманың қақпасы ашылып, іштен базар иесінің оң қолы Сергейдің өзі шықты. Ол жүк көліктеріне тауар тиеуді қадағалап жүр екен.
Сергейдің жүзінен мазасыздық байқалады. Ол әрбір дыбысқа елеңдеп, қолындағы тапаншасын қыса түседі. Игорь кабинада отырып, Сергейдің нысанаға алынған бейнесіне қарады. Оның саусағы от шашатын жүйенің тетігінде тұрды. Бір ғана қозғалыс, Сергей күлге айналады. Бірақ Игорь тоқтады. Жоқ, Сергей. Сенің ажалың мұндай тез болмайды деп күбірледі ол. Сен бәрінен айырылғаныңды, империяңның қалай күйрегенін көруің керек. Игорь газды басып, зилді тасадан шығарды. Алып темір құбыжық күрілдеп келіп, қойманың қақпасын бұзып кірді. Күзетшілер естерін жиғанша Игорь от шашатын жүйені іске қосты. Ондаған метрге созылған от жалыны қойманың ішін лап еткізді. Жалған дәрілер, құжаттар, бандиттердің миллиондаған долларлық тауарлары бір сәтте лаулап жана бастады. Сергей шошып кетіп, жерге құлады. Ол оттың ортасында тұрған алып зилді көрді. Көліктің радиаторындағы Ленаның суреті оттың жарығымен құбыжықтай, әрі қаһарлы көрінді. Бұл Игорь, деп айғайлады Сергей, дауысы жарықшақтанып. Игорь көлікті бұрып қоймадан шығып кетті. Оның артында тек өрт пен бандиттердің аш айғайы қалды. Ол түн ішінде ғайып болды. Ертесіне бүкіл қала ет комбинатындағы жарылысты талқылап жатты. Базар иесі алғаш рет үлкен шығынға батты. Ал Сергей болса өзінің өлгенше қорқатынын түсінді. Ол Игорьдің мүгедек емес, оны аңдып жүрген ажал екеніне енді шүбәсі қалмады. Ет комбинатындағы өрттен кейін базар иесінің қаһарына шек болмады. Ол өзінің ең жақын адамы Сергейдің жағасынан алды. Сен маған ол мүгедек, ол еш нәрсе істей алмайды дедің. Ал қазір менің қоймам күлге айналды. Егер ертеңге дейін сол зилді тауып, иесінің басына келмесең, сені де сол отқа тірідей тастаймын. Сергей қорқыныштан дірілдеп, қаланың барлық жендеттерін аяғынан тік тұрғызды. Олар Игорьдің тұратын ескі хрущевкасын, гараждар жиынтығын тінтіп шықты. Ақыры, бір сатқын көрші Игорьдің түнделетіп гаражға баратынын, ол жерден ауыр техниканың дыбысы шығатынын айтып берді. Игорь гаражында келесі қадамын ойластырып отырғанда, сырттан ондаған көліктің дауысы мен фаралардың жарығы байқалды. Бандиттер оны қоршауға алды. Шық бері, Игорь. Бәрібір қашып құтыла алмайсың. Сергейдің дауысы мегафоннан естілді. Гаражыңды басыңа құлатамыз. Игорь сабырлы еді. Ол мұндай жағдайдың болатынын білген. Ол зилдің кабинасына жайғасып, темір есіктерді іштен бекітті. Оның қолында өзі жасаған қашықтан басқару тетігі. Сендер өз ажалдарыңа өздерің келдіңдер деп күбірледі ол. Сергей бұйрық берді. Қақпаны бұзыңдар. Ішке кіріңдер. Бандиттердің бірі жүк көлігімен гараж қақпасын соғып ашты. Бірақ оларды іште Игорь емес, нағыз тозақ-тұзағы күтіп тұрған еді. Игорь гараждың кіреберісіне алдын ала жанармай толтырылған бөшкелер мен жарылғыш заттар қойып тастаған. Ол тетікті басты. Гүрс. Сұмдық жарылыс гараждың алдын отқа орандырды. Ішке кірмек болған екі көлік аударылып, лаулап жана бастады. Бандиттер жан-жаққа қашты. Дәл осы сәтте Игорь зилдің моторын оталдырды. Алып темір құбыжық оттың ортасынан, түтін арасынан атып шықты. Оның алдындағы брондалған бампері жолындағы кез келген кедергіні жапырып өтті. Бандиттер оған автоматтан оқ жаудырды, бірақ оқтар зилдің қалың темір қабырғаларынан ұшқын шашып кері ұшып жатты. Игорь Сергейдің мерседесін нысанаға алды. Сергей зәресі ұшып көлігінен түсіп қаша бастады. Зил оның көлігін таптап, бір сәтте темір үйіндісіне айналдырды. Қуыңдар! Оны жібермеңдер! Деп айғайлады Сергей, бірақ оның дауысын зилдің гүрілі басып кетті. Игорь қала сыртына қарай бағыт алды. Ол бандиттерді өзінің негізгі шайқас алаңына тау ішіндегі тар жолдар мен ескі карьерге алдап апармақшы. Онда оның нағыз кегі басталмақ. Түн. Ормандағы тар жол. Игорьдің артында бандиттердің 5-6 көлігі қуғынға түскен. Олар Игорьді қоршап алмақшы. Бірақ бұл жолы Игорь қашып бара жатқан жоқ, ол оларды өздерінің ақырғы мекеніне жетелеп бара жатыр еді. Түн ортасы. Тау ішіндегі ескі карьердің маңында тек аязды желдің гуілі мен алыстан естілген моторлардың гүрілі ғана естіледі.
Игорь Зил көлігін карьердің ең биік нүктесіне, қараңғы көлеңкеге жасырып қойды. Ол шамдарын өшіріп, аңдып отырған жолбарыстай тыныстап тұр. Төменде бандиттердің 5 көлігі бірінен соң бірі карьердің ішіне лап қойды. Олардың фаралары қараңғылықты тіліп, Игорьді іздеп әлек. Қайда ол? Сергейдің дауысы рациядан шыңғырып естілді. Ол осы жерге кірді. Табыңдар оны. Игорь сабырлы кейіпте рычагты басты. Ол бұл карьерді 5 саусағындай білетін. Кенет Зилдің төбесіндегі алып прожекторлар іске қосылып, бүкіл карьер үшін күндізгідей жап-жарық етіп жіберді. Бандиттер көздері қарығып, бағдардан айырылып қалды. Шоу басталды деп күбірледі Игорь. Ол газды түбіне дейін басып, биік беткейден төменге қарай атылды. Алып брондалған Зил таудың көшкініндей ессіз жылдамдықпен төмен құлдилады. Алғашқы құрбан бандиттердің Нива көлігі болды. Игорь оны тіпті байқамағандай үстінен басып өтті. Темірдің шықырлаған дыбысымен адамдардың ашы айғайы түн тыныштығын бұзды. Қалған көліктер жан-жаққа қаша бастады, бірақ карьердің тар жолдары Игорьдің пайдасына жұмыс істеп тұр еді. Ол Зилдің артына орнатылған темір шынжырлар мен ілмектерді іске қосты. Бұл шынжырлар көліктің артынан сүйретіліп, қашпақ болған көліктердің дөңгелектеріне оралып, оларды тоқтатып жатты. Сергей өз көлігінің ішінде отырып, бұл сұмдықты көріп, есінен тана жаздады. Оның көз алдында мүгедектеп санаған досы нағыз ажалдың символына айналған еді. Оқ атыңдар. Неге қарап тұрсыңдар? Деп айғайлады ол. Бандиттер автоматтарынан оқ жаудырды. Оқтар Зилдің брондалған корпусына тиіп, ұшқын шашып жатты. Бірақ бұл темір қобыжықты тоқтату мүмкін емес еді. Игорь көлікті күрт бұрып, от шашатын жүйені іске қосты. Лаулаған от жалыны тағы бір көлікті қаусырып алды. Бірнеше минуттың ішінде 5 көліктің 3-і күлге айналды. Тірі қалған бандиттер қаруларын тастап, орманға қарай қашты. Тек Сергейдің көлігі ғана қақпанға түскендей карьердің түбінде қалды. Игорь Зилді Сергейдің көлігіне қарама қарсы тоқтатты. Екі бұрынғы дос, екі жау бетпе-бет келді. Тек араларында бірнеше метрлік темір мен өшпес кек жатты. Сергей көлігінен түсіп, тізе бүкті. Оның беті күйімен қорқыныштан қарайып кеткен. Игорь. Досым. Кешір мені. Маған ақша керек болды. Олар мені мәжбүрледі. Деп жылады ол. Игорь кабинаның терезесін баяу түсірді. Оның жанары суық, моланың мұзындай еді. Сен ақша үшін Ленаны өртедің, Сергей. Сен ақша үшін менің өмірімді талқандадың. Енді сол ақшаң сені құтқарсын деді де, Зилдің үлкен дөңгелегін алға жылжытты. Бірақ Игорь оны дәл қазір өлтірмеді. Ол Сергейді базар иесінің алдына тірі хабарлама ретінде жібермекші. Ол Сергейдің аяғын сындырып, оны жол жиегіне тастап кетті. Бастығыңа айт деді Игорь кетер алдында. Кезек соныкі. Мен оның алтын тағын оның табытына айналдырамын. Сергей жол жиегінде қан жоса болып жатып, алыстап бара жатқан Зилдің қызыл шамдарына қарап қала берді. Ол ажалдың тым жақын екенін енді түсінді. Карьердегі қанды шайқастан кейін қала іші азан-қазан болды. Сергейдің ақсаңдап, бет аузы қан жоса болып бастығының алдына келуі базар иесінің зәресін алды. Ол өзін бұл қаланың құдайындай сезінетін, бірақ қазір оның империясы көз алдында үгітіліп бара жатты. Ол кім? Жай ғана жүргізуші емес пе? Деп айғайлады базар иесі, қолындағы қымбат вискиін еденге ұрып жіберіп. Сендерді бір мүгедек қалайша қырып салды. Сергей дірілдеген дауыспен. Ол адам емес. Ол ажалдың өзі. Оның көлігі кез келген оқты қайтарады. Ол бізді құмырсқаша басып жатыр. Ол келе жатыр, бастық. Кезек сіздікі деді. Деп құлап түсті. Базар иесі өмірінде алғаш рет нағыз қорқыныштың не екенін сезінді. Ол дереу өзінің брондалған, ең соңғы үлгідегі джипін дайындауды бұйырды. Оның көлігі миллиондаған доллар тұратын, терезелеріне оқ өтпейтін, қабырғалары жарылысқа төзімді нағыз қозғалмалы бекінседі. Ол ақшасын, гауһар тастарын және құжаттарын алып, қаладан қашуға бел буды. Менің джипімді ешқандай Зил бұза алмайды. Деп өзін жұбатты ол.
Ал Игорь бұл уақытта гаражында соңғы дайындығын жасап жатты. Ол бұл жолы Зилдің алдыңғы жағына алып рельстерден жасалған сүйір тұмсық орнатты. Бұл тұмсық кез келген брондалған металды тесіп өтуге арналған еді. Ол көліктің ішіндегі Ленаның суретіне қарап, баяу күбірледі. Аз қалды, Лена. Бүгін бәрі аяқталады. Ол өз алтынның ішінде тұншығатын болады. Түн. Қаладан шығатын жалғыз тас жол. Базар иесі 4 бірдей күзет көлігінің қоршауында жоғары жылдамдықпен қашып бара жатты. Ол айнаға қарап, артында ешкімнің жоқ екеніне көз жеткізіп терең тыныс алды. Бірақ ол бір нәрсені ұмытты. Игорь оны артынан қумайды, ол оны алдынан күтіп алады. Кенет жолдың ортасында, қараңғылықтан екі алып прожектор жанып кетті. Ол жол жиегінде емес, дәл жолдың ортасында көлденең тұрған алып қара бейнеге. Игорьдің Зилі жолды толықтай бөгеп тастаған. Тоқтамаңдар. Соғыңдар. Деп бұйырды базар иесі күзетшілерге. Бірақ күзетшілердің көліктері Зилдің рельсті тұмсығына соғылғанда қағаздай жыртылып, жолдың екі жағына ұшып кетті. Тек базар иесінің брондалған джипі ғана соққыға шыдап тоқтады. Игорь Зилді оталдырып, баяу алға жылжыды. Ол базар иесінің джипін жолдан итеріп, оны баяғыда өзі жоспарлаған көлдің жиегіндегі биік жарға қарай айдай бастады. Джиптің ішіндегі базар иесі есікті ашпақ болды, бірақ Игорь Зилдің тұмсығымен джиптің есіктерін майыстырып, іштен ашылмайтындай етіп тастаған еді. Жіберме. Мен саған ақша берем. Қанша қаласаң да берем. Деп джиптің ішінен базар иесінің жанұшырған дауысы естілді. Бірақ Игорь үндемеді. Ол тек газды басты. Зилдің алып күші брондалған джипті жардың шетіне дейін итеріп әкелді. Төменде қап-қара мұздай көл суы. Жар жиегіндегі шайқас шегіне жетті. Жаңбыр нөсерге айналып, аспан мен жердің арасын су пердесі жауып тастағандай. Алып Зилдің прожекторлары базар иесінің брондалған джипін соқыр етіп, оны жардың ең шетіне, құрдымға итеріп әкелді. Джиптің дөңгелектері бос айналып, тастарды төменге құлатып жатыр. Игорь. Тоқта. Мен саған бәрін берем. Қаласаң, осы қаланы сенің атыңа жазып берем. Базар иесінің дауысы джиптің оқ өтпейтін әйнегінің артынан тұншығып естілді. Ол өзінің миллиондаған доллар салынған сөмкелерін әйнекке тақап, жанұшыра айғайлады. Бірақ Игорьдің құлағына бұл сөздер жетпеді де. Ол тек Ленаның соңғы демін, ішіндегі шыр етіп дүниеге келе алмай қалған сәбиінің үнсіз зарын ғана естіп тұрғанда еді. Оның саусақтары Зилдің рөлін ақ сүйек болып қатты қысып алған. Сенің ақшаң ешкімді тірілтпейді, деді Игорь сыбырлап. Олар сені құтқарады деп ойладың ба? Жоқ, олар сенің табытың болады. Игорь Зилдің кабинасындағы арнайы тетікті соңғы рет басты. Көліктің қозғалтқышы жан түршігерлік гүрілмен лап қойды. Алып темір тұмсық брондалған джиптің бүйіріне соңғы соққыны берді. Джип жардың жиегінен үзіліп төмендегі қап-қара суға қарай ұшты. Гүрс. Алып көлік суға құлағанда көл бетінен биік толқын көтерілді. Бірнеше секундтан кейін джиптің шамдары су астында әлсіз жылт етті де біржолата сөнді. Базар иесі өзінің барлық алтынымен, гауһар тастарымен және қылмыспен жинаған байлығымен бірге көл түбіне мәңгілік қараңғылыққа кетті. Оның брондалған джипі ол үшін құтқарушы емес, ашылмайтын темір табытқа айналды. Игорь Зилден түсіп, жардың жиегіне келді. Ол ақсаңдаған аяғын зорға сүйреп, жаңбыр астында тұрды. Оның жүзінен жаңбыр суы ма, әлде көз жасы ма, ажырату мүмкін емес еді. Кенет оның кеудесін осы уақыт бойы қысып келген ауыр құрсау шешілгендей болды. Ол өзінің Зиліне бұрылды. Бұл темір тұлпар оған адал қызмет етті. Игорь кабинаға кіріп, Ленаның суретін алды да оны кеудесіне басты. Бәрі бітті, жаным. Енді сендер жайбарақат ұйықтасаңдар болады. Ол Зилді оталдырып, қалаға қайтпай, мүлдем басқа бағытқа күн шығысқа қарай бет алды. Ол артына бұрылмады. Оның артында қылмыстан тазарған, бірақ мұңлы қала қалды. Ал ертеңгі күні қала жұрты базар иесінің жоғалып кеткенін, ал кек алушы Зилдің аңызға айналғанын айтып жүретін болады. Игорь белгісіздікке кетіп бара жатты. Оның жанында енді кек емес, тек тыныштық бар еді.
Ол өзінің мүгедектер арбасын баяғыда тастап кеткен, өйткені оның рухы қайтадан аяққа тұрған болатын. Эпилог. Көл беті тынышталды. Жаңбыр басылып, бұлттардың арасынан алғашқы күн сәулесі көрінді. Бұл жаңа өмірдің, жаңа үміттің белгісі еді. Әділдік орнады, бірақ оның құны тым ауыр болды. Игордың хикаясы мәңгілікке осы қаланың тарихында қала бермек. Хикая аяқталды. Бұл оқиға сізге ұнады деп үміттенемін.